Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. YouTube арнама әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ойын ұнаса видеоға лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ал енді мен бүгін сіздерге осы бастауыш сыныптарға арналған көбейту кестесінің тағы бір ойынын көрсетемін. Мен алдыңғы неде тағы бір ойын шығарғанмын. Көбейту кестесі ол макроспен жасалған. Енді қазір осындай макрос емес, кәдімгі PowerPoint өзінің версиясында жасалған осындай ойынды көрсетемін. Жалпы бұл жерде тек қана 9 слайдтан тұрады. Мынау бірінші титульный беті, одан кейін мынау 2-ден бастап 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-ға дейін міне қатар тұр. Осы мынау айналады. Қазір ашып көрсетемін. Сосын 2-ден мысалы 2-ден 9-ға дейін көбейту несі тұр міне. Сосын теңді бас, мына жерден жауап шығады. Енді мына жерде мысалы бұны алғаннан кейін еш жерін өзгертудің қажеті жоқ. Енді өзгертемін десеңіздер, былай ретін өзгертуге болады. Былай ауыстырып, мысалы бірінші 2 емес 3 келеді деген сияқты. Болмаса 9-дан бастап 8, 9 араластырып, осылай орындарын ауыстырып қоюға болады. Енді мен осы ойынды ашып көрсетейін сіздерге. Жалпы ашу үшін показ слайдов. Сначала деп ашамыз. Ойын осылай басталады. Жалпы так осындай шығады. Өзінің артында фондас музыкасы бар. Енді мына жерде смайлыққа басамыз, бір рет басатын болсақ, осы шығады. Былай шығып айналады. Енді 2-ні мысалы 8-ге көбейтеміз. Қанша? Мына тең дегенге бір рет басамыз. Оқушы жауап береді бірінші. Оқушы айналдырады, сосын жауап береді. Жауап бергеннен кейін тексереміз, теңге бассақ, міне 16 деп дұрыс жауабын көрсетеді. Енді мына сұраққа бір рет бассақ, жоғалтып кетеді. Келесі оқушы болмаса сол оқушының өзі басады, 2-ні 7-ге көбейтеміз. Қанша? 14. Келесі 2, 2, 4. Келесі 2-ні 3-ге көбейтеміз. 6. Келесі басып жоғалтып отырамыз, мына жерде 2-ні 9-ға көбейтеміз. Қанша? 18. Енді келесі неге өткізу үшін мынаған бір рет бассақ өзі ауысады. Уже бізде 3-ті көрсетеді. Міне 3-тің несі 3-ті 8-ге көбейтеміз. Қанша? 24. Болмаса мынаяқтан 4. Тағы бір рет өткізейін, 5 болады деген сияқты. Міне 5-ті көрсетейін. 5-ті көбейтеміз 8-ге. 40. Келесі 7-ге көбейтеміз 35. Енді бұл ойынды интерактив тақта сенсор экранда қосып, оқушы шығып, солай ойнатсаңыз да болады. Болмаса жаңа ноутбуктың өзінде ойнатсаңыз да болады. Жалпы өзінің звугі бәрі істейді. Артық фондағы музыкасы мына жерінде тұр. Бұл енді алып тастауға болады, әрине. Оны дауысын шығарып қоюға болады, болмаса алып тастауға болады. Бұл енді емес, өздеріңіздің қалауларыңыз. Так, мына жерде тағы басқа өзгертетін не жоқ, аласыздар, қолданасыздар. Жалпы бар осы, назарларыңызға рахмет.